Құдай тәбәрәка ва тағаланың барлығының үлкен дәлелі. Неше мың жылдан бері әркім әр түрлі сөйлесе де, бәрі де бір үлкен Құдай бар деп келгендігі. Һәм неше мың түрлі діннің бәрі де ғадалет, махаббат Құдайға лайықты дегендігі. Біз жаратушы емес, жаратқан көлеңкесіне қарай білетұғын пәндеміз. Сол махаббат ғадалетке қарай тартпақпыз. Сол Алланың хикметін біреуден біреу анығырақ сезбекпен артылады. Инандым, сендім демек, инандырамын, сендір деген емес. Адамшылықтың алды махаббат, ғадалет сезім. Бұлардың керек емес жері жоқ, кіріспейді жері жоқ. Ол жаратқан Тәңірінің ісі. Айғыр биеге ебақта да махаббат сезім бар. Бұл ғадалет, махаббат сезім кімде көбірек болса, сол кісі ғалым, сол ғақил. Біз жанымыздан ғылым шығар алмаймыз. Жаралып, жасалып қойған нәрселерді сезбекпіз, көзбен көріп, ақылмен біліп.